Шетел тілдер педагогикалық колледж ұсынады. Слайдта дайындаған арнайы пәндер оқытушысы Мұсаева Жасира Дәліханқызы, пән атауы аударма практикасы, тақырып кірме сөздерді аудару. Сабақтың мақсаты: кірме сөздер жайлы білімдерін толықтыру және бекіту. Кіріспе: ағылшын тілінің қолданылу аясы күннен күнге артқан сайын оған деген ғылыми қажеттілік те өсіп келеді. Ағылшын тілінің әдеби, лексика-фразеологиялық, терминдік, синонимдік, аймақтық тілдік нормалары жан-жақты әрі бай. Сондықтан да оны қолдануда көп жағдайда дұрыс мағынасын түсінбей қалатын жағдайлар жиі кездеседі. Кірме сөздер дегеніміз тілдің өзіндік сөз жасам тәсілімен емес, басқа тілдердің ықпалымен жасалған немесе олардан енген сөздер, яғни сөздің дыбыстық тұлғасы да, мағынасы да өзге тілге қатысты сөздер кірме сөздер делінеді. Англицизмдер қоғамдағы саяси, мәдени, экономикалық қатынастардың, ғылым мен техниканың дамуына байланысты тілге енген жаңа сөздер мен сөз тіркестері, фразеологиялық оралымдар. Англицизмдердің ағылшындық кірме сөздердің пайда болу амалдары. Шет тілдерінен енген сөздердің келесі тобын атап көрсетуге болады. Бірінші топ ол тікелей кірген. Түп нұсқадағы сөздер тілімізде тура мағынасында қолданылады. Мысалы, weekend – демалыс күндер, black – қара, money – ақша, party – сауық кеші, girl – қыз, boy – бала, friend – дос, sponsor – демеуші, price – баға және тағы басқалары. Екінші түрі ол гибридтер. Бұл шет тіліндегі сөзге қазақ тілінің жұрнағын, қосымша жалғауын жалғау арқылы пайда болған сөздер. Бұл жағдайда шет тілдегі сөздің мәні өзгереді. Мысалы, ask – өтіну, busy – мазасыздану, copy – көшірме жасаймын. Үшінші түр ол калька, яғни көшірме. Фонетикалық дыбысталу жалпы формасын сақтай отырып қолданылатын шетел сөздері. Мысалы, меню, диск, вирус, клуб, password, пароль, кулер, миксер, тостер, блендер, антифриз, буллет, девайс, хакер, апгрейд, клик, блок, смайл деген сөздері кіреді. Келесі топ экзотизмдер, ерекше сөздер. Басқа халықтың ерекше ұлттық дәстүрін сипаттайтын, біздің табиғатымызға жат, өз мағынасына сақталатын сөздер. Бұл сөздердің ерекшелігі қазақ тіліндегі синонимдердің болмауы. Мысалы, чипс, чипсы, хот-дог, чизбургер, футбол бутс, бутсы, фишбургер, фишбургер, пудинг, йогурт, барбекю, бифштекс, коктейл, джакузи және тағы басқа сөздер кіреді. Бесінші топ колориттер. Бұл сөздердің лексикалық баламалары болады, бірақ олардан стилистикалық ерекшелігі бар және қандай да бір қарым-қатынас саласында сөзге ерекше мән беретін мәнерлі құралы ретінде бекітіледі. Мысалы, окей, вау, супер деген сөздері кіреді. Алтыншы топ ол композиттер. Екі ағылшын тілінен тұратын сөздер. Мысалы, second hand – қолданылған заттарды сататын дүкен. Видеосалон – фильм көретін зал. Time out – уақыт бітті. Fast food – тез әрі жеңіл тағам. Newsmaker – жаңалық жасаушы. Price list – тауарлар мен сорттарды қызметтер бойынша бағалар анықтамалығы және тағы басқа. Қорытындылай келе, Алаш ардақтысы Халел Досмұхамедұлы тілге кірген жат сөздерді сіну үшін, тілге өзілік болу үшін, сол тілдің заңымен өзгеріп, танымастай халге келуі керек. Бүйтпесе жат сөздер бұралқы болып, тілдің шырқын бұзады деп тілге зиян береді деген екен. Үй тапсырмасына. Практикалық тапсырмаға ағылшын тілінен қазақ тіліне енген
кірме сөздерді тауып жазу. Қолданылған әдебиеттері net-ру сайтынан алынған. Назарларыңызға үлкен рахмет.